Армысыздар, қазақ елі. Мәжілісте рөлі оң жақта, яғни тізгіні теріс орналасқан көліктердің 1 қаңтардан бастап жолаушыларды тасымалдауға рұқсат жоқтығы айтылып қаралды. Яғни мұндай көліктердің дәуірі бітті десе де болады. 6 орындықты рөлі оң жақта орналасқан көліктер мен жолаушыларды тасымалдауға рұқсат етілмейтіндігі жайлы шілде айында көлік министрі Марат Қарабаевты айтқан еді. Ол кезде ол алдын ала ескертті. Түпкілікті шешім жақында қабылданды. Қазіргі таңда біраз жүргізушілер осы көлікпен отбасыларын асырап отқандары жайлы айтып қынжылуда. Машинаны сата да алмайды, тек өздерінде қалады. Былтырғы ақпараттарға сүйенсек, бір реттік заңдастырумен 1 жылдың өзінде 22 мың көлік тіркелген екен. Осыған байланысты келесі жылы еліміздегі мыңдаған көлік тіпті жарамсыз болып қалуы да мүмкін. Темір тұлпар қожайындары үшін тіпті ол көліктерді сата алмау қаупі де бар. Осыған байланысты жолаушылар тасымалымен айналысатын компанияларға да тықыр таянды. Енді тарифті өз білгендерімен көтеріп, бағаны өздері қойып, бұқараның қалтасын қаққан такси операторлармен де қош айтысу мүмкін. Министр Марат Қарабаевтың пікірінше, мәселе тек рөлде болып тұрған жоқ. Мұндай көліктер елдің тас жолында апатқа жиі ұшырайды екен. Қазір мұндай көліктердің саны елімізде қанша екені де әзірге белгісіз. Шектеу қойылған машиналармен жолаушы тасымалдаған жағдайда жеке тұлғалар 20 мың көлемінде айыппұл арқалайды, ал шағын кәсіпкерлер болса 40 мың теңге көлемінде, ал ірі бизнес өкілдері 90-100 мың көлемінде айыппұл арқаламақ. Әзірге бұл заң жобасы мәжілістің бірінші отырысында қаралып, мақұлданды. Айта кетейік, көрші қырғыз мемлекетінде заң қабылданды, яғни көрші қырғыз ағайындар көшеде бет-аузын тұмшалап жауып жүретіндерге тыйым салды. Оранып жүретіндерге қырғыз елінің сомымен 20 мың сом, яғни теңгемен есептегенде 120 мың теңге көлемінде айыппұл салынатын болды. Көшеде көпшілік орындарда жалпы мемлекетте бет-аузын тұмшалап жауып жүруге рұқсат жоқ. Трамп ақш президенті тағына отырысымен ауыр қылмыс жасағандарды және қанішерлер мен зорлықшыларды бірден өлім жазасына кесетінін айтты. Оның шорт кескен пікірі қызу талқыға түсіп, қоғам екіге бөлінді. Оның жартысы елде ауыр қылмыс жасаушылардың, зорлықшылардың саны азаятын болды деп Трамптың сөзін қолдаса, қалғаны Трамптың сөзіне келіспейтінін, яғни оның бұл шешімін асқан қатыгездікке санады. Қадірлі оқырмандар, каналыма жазылып қойыңыздар. Каналымда көптеген қызықты деректер, соңғы жаңалықтар, пайдалы кеңестер және де жұлдыздардың өмірінен сыр шертетін боламыз.